Мен текті әулеттен шыққандықтан ақ пен қараны ажырата аламын. Сиви Махмуди өнердегі әпке әріптесі Ақбота Керімбековаға әлі де өкпелі. Өмірін өзгертіп жібермесе де, жүрегіме қаяу салды дейді. Осы уақытқа дейін бірге жүрген адамым бұлай сыртымнан әңгіме айтқан емес дегенді айтты. Сиви Махмуди өзін әнші емес деп атаған Керімбековаға қарсы дау айтты. Әпкем деп жүрген адамымнан мұндайды күтпедім. Отбасыммен дастархан басында отырған едік. Бұл сөзді естіп, бәріміз үнсіз қалдық. Атанам да 60 жастан асқан адамдар. Өмірде осындай да болушы ма еді деп таңғалды. Олардың сыртынан сөз айтқан адам болған емес. Біз текті әулет болғандықтан, мұның бәрін жүрекке ауыр алмаймыз дегенмен мұндайды күтпеген едік, деді әнші. Сиви Махмуди мен Ақбота Керімбекованың арасындағы бұл жағдай меніңше өнер адамдары арасындағы сенім мен сыйластықтың қаншалықты маңызды екенін көрсетіп отырғандай. Әпке деп жүрген әріптесінен мұндай сөз есту шынында да көңілге қаяу түсіретін жағдай, егер айтып отқан сөздері рас болса. Әсіресе отбасы, ата-ана алдында ондай сөзді есту әрбір адам үшін қашанда ауыр. Меніңше Сивидің ашық айтқаны, шынайы көңілін бүкпей жеткізгені, оның осал емес, бірақ сезімтал жан екенін байқатады. Ол өзін қазақтың қызы, патриот, адамгершілікті ту еткен жан ретінде сипаттайды. Бұл қазіргі заманда өте маңызды қасиеттер. Өнер жолында да, өмірде де шығынға ұшыраған мойындаған екен, одан сабақ алған айтуы нағыз тәжірибелі адамның сөзі сияқты. Продюсер ретінде жіберген қателігін жасырмай айтып, енді бұл жолды жалғастырмайтынын ашық жеткізген екен. Бұл да өмір мектебі. Қысқасы, Сиви Махмуди сырт көзге нәзік көрінгенмен, ішкі жан дүниесі мықты, шыншыл, намысты, адал жан екені көрініп тұр. Тек осындай ашықтық пен адамдық биіктік сақталса, кез келген дау шешілері анық. Достасып кетсін деп тілейміз. Құдай қаласа барлығы жақсы болсын.